Жыл мезгілдері. Ертеде ешкі жүні бір тезе. Ақжайықтың жағасында елене елеулі, халқына қалаулы бір домалақ ана өмір сүріпті. Сол анадан тараған 4 қыз бар екен. Олардың ауыз десе ауызы, күндей жарқыраған көзі бар. Дүниенің сұлулығын өздеріне тартқан сұлу қыздары болыпты. Анасы жақсы тәрбие беріпті. Үлкен қыздың аты Көктем. Ол ақ жарқын, мінезі нәзік. Екінші қыз Жаз. Жарқырап жайдарлы, әр уақытта күлімдеп нұрын шашып жүреді. Үшінші қызы Күз. Басқа қыздарға қарағанда жылауық, жаңбырлы болады. Бірақ қолы ашық мырза екен. Ал кіші қызы Қыс. Басқа қыздарына қарағанда салқын, қаталдау. Қыздары бой жетіп, саналы да салмақты қыз болып өсіпті. Осы қыздарын домалақ ана өздерінің құтты орындарына қондырыпты. Үлкен қызы Арыстай 3 жыл туып, үшеуі де ел қорғаған батыр болыпты. Екінші қызы 3 қыз туып, үшеуі де адамзатқа жан жылуын сылай білетін мейірімді қыздар атаныпты. Үшінші қызы Жаздай жайдарлы 3 қызы дүниеге келіпті. Төртінші қызы берекесімен ырысы мол, қолдары ашық, келген қонақты қадір тұтатын қонақжай 3 қыз өсіріпті. Осы 4 қыздан өрбіген ұрпақтары елге, халыққа пайдасы тигізіп, ел аузында аттары аңыз айналыпты. Олар жылдың 4 мезгілі мен 12 айы екен. Осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Нұрболат қызы Ақерке.